ықтималдығын тап. Не істейміз? 7 минут белгілі, е? Барлығы дегенге 7-ні жазасыңдар. Қанша кетті? 5 минуттан артық күтпейді. Яғни 7 болды, есеп шықты. Түсінікті ғой, е? Яғни шықты. Келеді, пойылшыдес. Әлі қозғаймыз. Жай қозғаңдар, сосын тоқтатайық. Уақытымызды үлгере алмай қалмайық. Ай, бақыттымыз. Ал, 10. Келесі есеп. Кез келген, қара Руслан, кез келген екі таңбалы натурал санның бірінші цифры 3-ке еселі болу ықтималдығын тапты. Кез келген екі таңбалы сан. Екі таңбалы сандар қандай? 2, 12 әдеп. Қаншаға шын екі таңбалы? Неге шын кетеді? 90? 90-ға шын кетеді, е? Сонда, қанша болады бізде? Барлық дегенге қаншаны қоямыз? 90-ды қоямыз, барлығы дегенге 90-ды қоямыз. Ал 90-ның арасында қанша сандар бар? Мысалға бөлінетін жағында жазса 30 бар. Екі таңбалдан баста, екі таңбалдан. 12, 40, барлығына қанша қойдық? 90-ды қоямыз, молодец. Әли логика мықты, молодец. 90, 30. Қасамыз қанша? 3-1, молодец. Яғни ықтималдық осы, е? Енді Ардамай кезің, е? 50 бар. Ой, плиз. Ақылдасып дегесіңдер ма? Келесі. Камен плизін таусым қамасын? Қандай? Ақ, қызыл, көк және жәшіктен алынған шарлардың боялған ақ емес бояушының ықтималдығын табамыз. Ықтималдығын табамыз. Қалай шығарады? 10-ды одан кейін не істейміз енді? 10-ды неге бөлеміз? Қаншаға? 5-ке. Мысалға шар болып тұр, е? 3 шар және 5 шар. Енді ықтималдықта 0,8-ге. Дұрыс па екен? Келесі ары қарай. Енді сендер шығасыңдар, мен шықпаймын. Кеттік ал. Мынаны. Кім шығады? Есбол кел. Келесен кел. Кәні. Қорапта 6 қызыл түсті шар бар дейді. 3 қара түсті шар бар. Және 1 сары түсті шар бар. Қорапта бір шарды қарамай алғанда қызыл түсті шардың шығу ықтималдығын табамыз. Общий шар қанша? 10. Ал енді осы жерде қаншаны табуымыз керек депті? Қызыл бізде қанша екені? 6. Яғни не істейміз оны? 10-ды 10-ды 10-ға бөлеміз. Сөйтіп қысқартып жібереміз, қанша шығады? 3 пен 5 шығады. Міне көрдік қой, яғни 10 шар барлығы және оны ішіндегі қызылын тап десе 6 қызыл қысқартып жібереміз, не шығады? Оқиғалары үйлесімді ма, үйлесімсіз ба? Үйлесімді ма, үйлесімсіз? Үйлесімсіз. Енді қараңыздар, осы жерде мына оқиғалар тәуелді ма, тәуелсіз ба? Тәуелсіз. Енді ықтималдық жаңа ғана мен айтып өттім. Яғни бірінші ықтимал бірден нені азайтамыз? 1,25. Молодец менің балдарым. Келесі екі оқиғанікі қаншаға тең? 0,9 болып тұр, молодец. Енді азайтамыз бірден 0,9. 0,91 болады. Бір шығады, дұрыс па? Енді қараңыздар, осы жердегі ағы оқиға, мына орындалмайтын оқиға төбесінде сызықша қойылып тұрғаны.
Мына А мен В оқиға, егер А орындалып, В орындалмаса қандай оқиға болады мынау? Үйлесімсіз ба, үйлесімсіз ба? Үйлесімсіз. Так, тәуелді ма, тәуелсіз ба? Егер В орындалмай, А орындалған жағдайда. Тәуелсіз. Енді мына жерде А орындалмай, В орындалып тұрған кезде қандай болады? Үйлесімді. Ал одан кейін егер А орындалмай, В орындалып тұрса, тәуел, молодец. Енді қараңыздар, мына жердегі жаңағы 0,175 енді ықтималдығын табу үшін нені көбейтеміз? 0,175-ке нені көбейтеміз? Орындалмаған не қайсысы еді? Қайсысын көбейтеміз? Жаңа айттым ғой мен сендерге. 0,9-ды көбейтеміз бана жүрге? Жоқ, қарасаңдар, орындалмай қалған да жердегі. Не еді бізде? Жоқ, қаншаға көбейтеміз сонда енді мына жерде 0,75-ке нені көбейтеміз? 0,0-нан көбейтеміз. Так, көбейтіп жібереміз. 0,1-ді көбейткен кезде бізде болады 0,075, е? Жазылады ма дұрыс? Келесі. Қай жерде? Дұрыс қой. Так, 0,9-ға нені көбейтеміз? 0,1. 0,100-ден? Жоқ, санжарды киімі. Яғни 24 түрде ол не қалады? Киіне алады екен. Яғни ауыстырып түсін ба? 3-тен біреу, 2-ден біреу, 4-тен мысалға біреу деген сөз. Осыны түсініңіздер ғой, жаңа мектепке барып, енді сіздер өздеріңіз ойланып маған айтыңыздаршы, ой түйіңіздер. Жаңа сабақта маған ықтималдыққа орындалмауға мысал келтіріңіздерші, бір ойдан мысал келтіріңіздер. Кәне, екі ара ұшып жүр. Көріп тұрмыз ба? Гүлге бірінші болып араның қону ықтималдығын табуымыз керек. Бақта бір қанша ара болып жүрді бізде? 3 көбелек, 2 ара ұшып жүр. Ызылдап ұшып гүлге қону керек. Қайсы бірінші осының ішінде? Араның бірінші қону ықтималдығы. Араның ықтималдығы қанша болады? Қалай есептейміз? Жоқ. Ықтималдықпен шығарамыз. Мына жердегі П бізде. М-міз не болады бізде? М-міз не болады? 2 бола ма? М, өте дұрыс, 2 болады. Ал, мына жерде бақта өзі қанша болып тұр барлығы? 5. Міне есептің жауабы. Оңай, қиын емес, көріп па? Элементарный. Бес берілгеннен қараңдар. Бізге төбелері не беріліп тұр екен? А беріліп тұр екен. Сосын Б беріліп тұр екен. С бұдан Д беріліп тұр екен. Е беріліп тұр екен. Ф беріліп тұр екен. G беріліп тұр екен. H беріліп тұр екен. Қанша беріліп тұр санаңыздаршы? 7. Қанша? 8 төбе беріліп тұр. Сіздерден сұрайды. Осы нүктелері болатын неше үшбұрыш бар екенін анықтаңыз. 42. Үшбұрышты қалай есептедік біз? Қай формуламен есептедік? Қалай таптық? Теруменен қанша бізде не болып тұр? 8. Ал енді сосын сұрап тұр бізден нені? Яғни жаңа 3 есептейді жауабы. Кім есептейді? Әркім өзінің ұпайына өздеріңе жиналып отырасыңдар. Түсінікті ғой, иә? Келесі тура осындай болады. Тура осы формулада. Түсінікті ғой, иә?
Қысқаратындар ма? Жоқ, бөлімінде бір жазбай қойсаң болады ғой, бөлімін бірден жаза бер, тең бер ағына. Я, не қалды? Иә, бәрін көбейтсе енді. 5, молодец, 56. Дұрыс, иә, жауабы? Бұның жауабын біз қазір тексеріп көрейік. Жауабын. Суреттегі А, Б, С, Д, Е, Ф, Г нүктелері болады. Неше қорда түрін табуға болады? Қорда деген не еді? Шекпенді қаншаға бөледі? Дұрыс. Енді есептеңдер терумен. Яғни теруде не болады? 8 және 2 ғып. Я есептейсіздер. Ал тақтаға кім шығады? Келіп. 7 апай. Апай 7 оған. Так, 7 факториал. Так. 2 факториал. 7-тен 2-ні азайтамыз қанша? 5 факториал. Бізде мынаны жауап дұрыс болмай алатын болды ғой. Жарайды, кете берсін. Так. 7 факториал. Қанша 2 болады болса 6 және 5. Мысалы, бірінші қиылысудың бағдаршамында жасыл түс жанды. Келесі және басқа екінші қиылысудың бағдаршамында жасыл түс жанды оқиғалары үйлесімді оқиғалар. Үйлесімсіз оқиғалардың біреуінің орындалу ықтималдығы осы оқиғалардың орындалу ықтималдықтарының қосындысына тең. Мысалы, бағдаршамның жасыл түсі 20 секунд, сары түсі 3 секунд, қызыл түсі 40 секунд жанады. Яғни бағдаршамның жасыл түсі жаңа оқиғасының ықтималдығы 63-тен 20-ға тең. Бағдаршамның сары түсінің жану ықтималдығы 21-ден 1-ге тең. Сигналдардың саны. Ал енді жасыл жану ол 20 алымына. Қазір қайтадан қайталап отырыңдар, қарап отырыңдар, мұқият. Олай болса, үйлесімсіз оқиғалар үшін қосу және көбейту формулалары орындалады. А және Б үйлесімді оқиғалар. Онда А және Б үйлесімді оқиғалардың бір уақытта орындалу ықтималдығы 0-ге тең емес. А және Б үйлесімсіз оқиғалардың бірлігі А оқиғасының үйлесімсіз Б оқиғасымен А оқиғасының бөлігін алмағандағы бөлігімен біріктіру болады. А және Б оқиғалар қосындысының ықтималдығы А және А оқиғасы алынбаған Б бөлігі оқиғасының ықтималдықтарының қосындысына тең. Б оқиғасын А оқиғасының бөлігі алынбаған Б оқиғасының бөлігімен А және Б оқиғаларының қиылысуымен біріктіруге болады. Яғни Б оқиғасының ықтималдығы А оқиғасының бөлігі алынбаған Б оқиғасының бөлігі оқиғасының ықтималдығымен А және Б оқиғаларының қиылысуы оқиғасының ықтималдығына қосындысына тең. Оқиғасының ықтималдығын шегергенге тең. Сонымен үйлесімді екі оқиғаның қосындысының ықтималдығы осы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысынан олардың көбейтіндісінің ықтималдығын шегергенге тең. Енді қараңыздар. Яғни мына жерде П деген әріппенен жұмыс жасалып жатыр, иә? Ол бізге таныс емес, иә? Яғни ықтималдық дейді. Бүгінгі тақырыбымыз ықтималдық П әріпімен белгіленеді. Және біздің өтетініміз М бөлінген N-ге. Мынау М дегеніміз, мысалы, ол бізге керек жағдай. Керек жағдай. Саны жазылады, ал М ол не жазылады? Барлығы дегенді жазылады. Естеріңде болсын, ықтималдықтар бірден ол ешқайсысы үлкен емес, түсініңдер ғой, иә? Яғни мына ықтималдығымызды бүйтіп жазуға болады. Мына ықтималдығымыз бірден үлкен болмайды, ықтималдық бірден кіші болады.